Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 3-ші сынып математика пәні 81-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тиімді есептеу, сәндік қолданбалы өнер. Бүгінгі сабақта сендер өрнекті әріпті теңдік түрінде жазуды, тиімді әдістеу үшін көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдануды үйренетін боласыңдар. Сабақ сендерге пайдалы болады деген ойдамын, сондықтан соңына дейін қараңдар. Бірінші есеп көбейту қасиеттерінің әріптермен таңбалануына қара және өз мысалдарымен түсіндір. Төмендегі әрбір қасиетті дәлелдеу үлгісін пайдалан. Біріншісінде бізде көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті берілген. А көбейтілген В, демек біз орнын ауыстырамыз. В-ны А-ға көбейтеміз. Алдыңғы сабақта өткенбіз көбейтуді орнын ауыстырғанымен көбейткіштердің орны ауысқанымен мәні өзгермейді. Осыны есте сақтаңдар. Көбейтудің терімділік қасиеті. Терімділік деген сөз теріп, көбейту немесе бөлу деген сөз. Енді біз қазір көбейтудің терімділік қасиеті көбейтеміз. Жақша ашылған А қосылған В көбейтілген С. Демек, жақшаның ішіндегі сандарды жақшаның сыртындағы сандарға жеке-жеке көбейтіп аласыңдар. А көбейтілген С қосылған В көбейтілген С. Енді А азайтылған В көбейтілген С дейді, яғни бізде А-ны С-ға көбейтеміз және В-ны С-ға көбейтеміз. Екеуіне шыққан мәндерін бір-бірінен азайтатын боламыз. Келесісінде көбейтудің үлестірімділік қасиеті, яғни әрқайсысына жеке-жеке беру деген сөз, үлестіру деген сөз. Енді бізде А көбейтілген В көбейтілген С деп тұр. Енді біз А дегеніміз 3, В дегеніміз 2 санына тең, С дегеніміз 4. Енді үлестірімділік қасиеті деген сөз үлестіру. Енді жақшаның сыртына, яғни 3 көбейтілген жақшашамыз 2 көбейтілген 4. Бұл жерде біз осы үлестірімділік қасиетіне сай жазып шықтық. Келесі көбейтіндіні санға бөлу. А көбейтілген В бөлінген С деп тұр. Енді бізде А-ны жақшаның ішіндегі сандарды жақшаның сыртындағы санға бөліп аламыз. А-ны С-ға бөлеміз және оны В-ға көбейтеміз. Немесе В-ны С-ға бөлеміз және оны А-ға көбейтеміз. Келесісінде қосындыны санға бөлу, А қосылған В көбейтілген С деп тұр. А-ны С-ға бөлесіңдер және В-ны С-ға бөлесіңдер. Жақшаның ішіндегі сандарды жақшаның сыртындағы сандарға жеке-жеке бөліп шыққан мәндерін қосатын боласыңдар. Тиімді есептеу үшін көбейту мен бөлудің қасиеттері қолданылады. Екінші есеп досыңмен ойна. Әр сандықшадан бір-бір өрнектен алып отыр. Олардың мәнін қос. Алынған өрнектерді жаз. 5 минуттың ішінде кім көп есептеп үлгерді? Бізде кейіпкер берілген ұл және қыз. Енді біз кімнің жылдам шығарғанын анықтауымыз қажет. Қазір есепті жазып аламыз, өрнекті жазып аламыз. 100 көбейтілген 3 қосылған 60 көбейтілген 7. 100-ді 3-ке көбейтесіңдер 300, 60-ты 7-ке көбейтесіңдер 420. 300-ге 420-ны қосқан кезде 720 шығады. Келесісінде 14-ті 10-ға көбейтеміз. Санды 10-ға көбейту өте оңай. Оны білесіңдер, алдыңғы сабақтарда толық түсіндіргенмін. 140 шығады. 80-ді 5-ке көбейтеміз 400. 140-қа 400-ді қосқан кезде 540 шығады. Келесі 5-ті 40-қа көбейтеміз 200 болады. 5-ті 30-ға көбейтеміз 150. 200-ге 150-ді қосқан кезде 350 шығады. Міне осылай есепті шығаруларын қажет, жылдам шығаруларын қажет. Келесі есеп бізде 3-ші есеп өрнектердің мәнін тап. Олардың барлығын әртүрлі тәсілмен шығаруға бола ма дейді. Қазір біз әртүрлі тәсілмен шығаратын боламыз.
және сұраққа жауап беретін боламыз есепті шығару арқылы. Біріншісінде 15 қосылған 21, яғни бөлінген 6 деп тұр жақшаның ішіндегі сандарды. Енді біз бірінші жақшаның ішіндегі сандарды қосып аламыз. 15-ке 21-ді қосамыз 36, 36-ны 6-ға бөлген кезде 6 шығады. Келесісінде жақша ашылған 120 қосылған 20 бөлінген 10 деп тұр. Біз бұны былай шығарсақ болады. Жақшаның ішіндегі сандарды жақшаның сыртындағы санға жеке-жеке бөліп, яғни 120-ны 10-ға бөлесіңдер 12, 20-ны 10-ға бөлесіңдер 2, 12-ке 2-ні қосқан кезде 14 болады. Келесісінде 14-ке 21-ді қосамыз және де оны 7-ге бөлеміз деп тұр. Біз енді бұны жақшаның ішіндегі сандарды жақшаның сыртындағы сандарға жеке-жеке бөлеміз. 14-ті 7-ге бөлеміз 2, 21-ді 7-ге бөлеміз 3, 2-ке 3-ті қосқан кезде 5 шығады. Келесісінде 300 қосылған 60 бөлінген 9 деп тұр. Енді біз 300-ге 60-ты қосып аламыз. 360, себебі біз бұны 300-ді 9-ға, 60-ты 9-ға, жақшаның ішіндегі сандарды жақшаның сыртындағы санға бөле алмаймыз. Сондықтан біз қосу арқылы жақшаның ішіндегі сандарды қосып, жақшаның сыртындағы санға бөлетін боламыз. 360 шықты, 360-ты 9-ға бөлген кезде 40 шығады. Келесісінде 10-ды 22-ге қосамыз. Біз жақшаның ішіндегі сандарды қосып, жақшаның сыртындағы санға бөлеміз. 32-ні 4-ке бөлген кезде 8 шығады. Себебі біз жақшаның ішіндегі 10-ды 4-ке бөле алмаймыз. Бөлінбейді, қалдық қалады. Сондықтан біз егер жақшаның ішіндегі сандар жақшаның сыртындағы санға жеке-жеке бөлінетін болса жазамыз. Ал егер бөлінбейтін болса, қосып, жақшаның ішіндегі сандарды қосып, жақшаның сыртындағы санға бөлетін боласыңдар. Осыны естен шығармаңдар. Келесі 100-ді 200-ге қосамыз, 300, 300-ді 3-ке бөлеміз, 100 шығады. Себебі 100 3-ке бөлінбейді. Бұдан шығатын қорытынды біз әртүрлі есептерді әртүрлі тәсілмен шығара аламыз. 4-ші есеп, әрбір өрнекті есептеудің тиімді тәсілін тап. Тиімді тәсіл деген сөз бізде жақшаның ішіндегі сандарды жақшаның сыртындағы санға көбейтуіміз қажет. Бірінші есепте 8-ге 2-ні қостық 10, 10-ды 50-ге көбейтеміз 500. Немесе бізде тиімді тәсілі, негізі біз санды 10-дыққа дөңгелектеу тиімді тәсіл деп айтып өткенмін. Сендер бірден 10-ды 50-ге көбейтсеңдер болады. Немесе мен қазір екінші үлгісін жазып көрсеттім, яғни жақшаның ішіндегі сандарды жақшаның сыртындағы сандарға жеке-жеке көбейтіп мәндерін қосуды. Яғни 8-ді 50-ге көбейтесіңдер 400, 2-ні 50-ге көбейтесіңдер 100, 400-ге 100-ді қосқан кезде 500 шығады. Келесісінде 4 көбейтілген жақша ашылған 30 азайтылған 20 деп тұр. Біз енді 4-ті 30-ға көбейтіп аласыңдар және де 4-ті 20-ға көбейтесіңдер және шыққан сандарын азайтасыңдар. 4-ті 30-ға көбейткен кезде 120, 4-ті 20-ға көбейткен кезде 80, 120-дан 80-ді азайтсаңдар 40 шығады. Келесісінде 8 көбейтілген 2 көбейтілген 5 деп тұр. Бұл жерде тиімді тәсілі 10-дыққа дөңгелектеу. Сонда біз 2-ні 5-ке көбейтеміз 10 болады, 10-ды 8-ге көбейтеміз 80 болады. Келесісінде де біз 10 болады. Жақшаның ішіндегі сан 2-ні 5-ке көбейтсеңдер 10, 10-ды 7-ге көбейткен кезде 70 шығады. Келесісінде 900, 900-ді 3-ке бөлсеңдер 300 деп жазсаңдар болады. Бұл жерде мен басқа тәсілді көрсеттім, яғни жақшаның ішіндегі сандарды жақшаның сыртындағы сандарға бөлу. 600-ді 3-ке бөлесіңдер 200, 300-ді 3-ке бөлесіңдер 100 болады. 200-ге 100-ді қоссаңдар 300 шығады. Ал келесі есепте 2 көбейтілген 32 көбейтілген 5 дейді. Бұны қалай шығарасыңдар?
Дұрыс айтасыңдар, 10-қа көбейтіп шығарамыз. 2-ні 5-ке көбейтіп аласыңдар 10, 32-ні 10-ға көбейткен кезде 320 шығады. Келесі есепте түсінікті болды деп ойлаймын. Жақшаның ішіндегі сандарды жақшаның сыртындағы сандарға көбейтіп, мәндерін азайтатын боласыңдар. 40-ты 5-ке көбейтеміз 200, 300-ді 5-ке көбейтеміз 150, 200-ден 150-ді азайтқан кезде 50 қалады. Келесінде 20 көбейтілген жақшашылған 10 қосылған 40 деп тұр. Бұл жерде сендер жақшаның ішіндегі сандарды бірден қосып алсаңдар болады. 50, 20-ны 50-ге көбейтесіңдер 1000 болады. Келесінде 50 қосылған 6 бөлінген 8 деп тұр. Енді біз жеке-жеке бөле алмаймыз 50-ді 8-ге, 6-ны 8-ге. Сондықтан біз бөлінбейтіндіктен біз бірден қосып аламыз 56. 56-ны 8-ге бөлсеңдер 7 шығады. Бізде 5-ші есеп, 5-ші есептің А тапсырмасы есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Біз қазір есептерді 3 тәсілмен, 2 тәсілмен шығарып жатырмыз. Бұл есепті де дәл солай 2 тәсілмен шығаруымыз қажет. Кемінде шебер 8 дуылға және 12 қамшы жасады. Олардың барлығын 2 қорапқа бөліп салды. Әр қорапта қанша бұйым бар дейді. Шарт құрып аламыз. Шебер 8 дуылға 12 қамшы жасады. Бөлінді 2 қорапқа. Енді әр қорапта неше бұйым бар екен табу үшін біз барлығын табуымыз қажет. Яғни 12-ке 8 қосамыз 20, яғни 20 бізде 20 бұйым болды. 20 бұйымды 2 қорапқа салған кезде 20-ны 2-ке бөлеміз 10 болды. Сонда әр қорапта бізде 10 бұйымнан бар. Бұл бізде бірінші тәсіл. Екінші тәсіл 2 қорапқа салынды ғой. 8 дуылға жасады, 12 дуылға жасады. Яғни 8-ді 2-ке бөліп аламыз, 4 болады. 12-ні 2-ге бөлеміз, 6 болады. 4-ке 6-ны қосамыз, 10 болады. Бұл бізде 2 тәсілмен берілген есеп. Енді кері есеп құрастыруымыз қажет. Осыған байланысты мен қазір кері есеп құрастырдым. Сендер де осыған ұқсас кері есептер құрастырсаңдар болады. Шебер бізде 9 дуылға және 15 қамшы жасады. Ол бұйымдарды 3 қорапқа бөліп салды. Әр қорапта неше бұйым бар екен табу үшін біз 9-ға 15-ті қосамыз, 24 болды. Жалпы бізде 24 бұйым бар. 24 бұйымды 3 қорапқа бөлініп салынды. Сонда әр қорапта неше бұйым бар екен табу үшін 24-ті 3-ке бөлесіңдер 8 болады. Бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсілде дәл солай 9-ды 3-ке бөлесіңдер 3 шығады. 15-ті 3-ке бөлесіңдер 5 шығады. 3-ке 5-ті қосамыз 8 болады. Әр қорапта 8 бұйым бар. Міне осылай өздерің осыған ұқсас кері есептер құрастырып берсеңдер болады. 6-шы есеп көбейтудің қалай орындалғанын қарастыр, үлгі бойынша есепте деп тұр. Енді бізде осы үлгіге қараймыз. 46-ны біз 9-ға көбейтеміз. Сонда бізде 414 шығады. 46-ны 10-ға көбейтеміз. 460 шығады. 460-тан 46-ны азайтқан кезде 414 шығады. Келесінде 20-ны 19-ға көбейтеміз. 380 шығады. 20-ны 20-ға көбейтеміз. 400. 400-ден 20-ны азайтқан кезде 380. Міне осылай шығаруларын қажет. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Менің сабағым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.